Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында айсте шайдың дайындалу жолын ұсынатын боламын. Дәмі сондай керемет. Бұл шайды жасап көргеннен кейін дүкендегі шайды алғыңыз келмей қалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажет секер, каркадес шайы, жалбыз және бір апельсин, бір лимон қажет болады. Менде жарты лимон болғандықтан бүтін лимонның жартысын ғана пайдаланатын боламын. Яғни бұл жерде де бір лимонды толықтай пайдаланамыз. Лимонды бірнеше бөлікке бөліп, ортасындағы сүйектерін алып тастаймыз. Апельсинімізді де дәл солай турап аламыз. Сондай керемет дәмді сусын отбасы мүшелеріне ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Жалбыздың ортасынан бір бөлеміз. Бөлсеңіз де болады, негізі бөлмесеңіз де болады. Суымыз қайнап бастайын деп жатырған кезде каркадес шайымызды саламыз. Яғни бұл шайды салғаннан кейін 3-4 минут баяу отта қызарғанын, яғни түс бергенін күтетін боламыз. Содан кейін біз сүзгінің көмегімен алып сүзіп алатын боламыз шайымызды. Барлығын сүзіп алдық. Енді секерімізді қосып жақсылап араластырамыз. Толықтай еру қажет. Осы сәтте лимонымызды, жаңа туралған апельсинімізді, жалбызымыздың барлығын қосып жіберсек болады. Баяу отта 4-5 минут қана қайнататын боламыз. Яғни сарқылдатып қайнатпаймыз. Қақпағын жауып 4-5 минут қана қайнағанын күтетін боламыз. Мінекей біздің үй жағдайында жасаған айсте шайымыз дайын болды. Енді толықтай суытатын боламыз. Дәмі де, иісі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сөзсіз ұнайды деген сенімдемін. Суғаннан соң осындай графиндерімізге сүзіп құйып аламыз. Банка болсын, баклажка болсын, құйып салқындатып ішсеңіздер, дәмі сондай керемет болып шығады. Дәмі сондай ерекше болып шықты. Өте қатты ұнады маған. Сіздер де жасап көріңіздер, құрметті менің оқырмандарым. Егер видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.